Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге бейне сабақты түсіруге арналған тегін бағдарламалар туралы айтқым келеді. Алдымен танысу үшін мына слайдқа назар аударыңыздар. Қандай тегін бағдарламаларды пайдалануға болады? Қазір мен жеке-жеке таныстырып өтемін. Көріп тұрғандарыңыздай скриншоттер деген программа бар. Бұнымен жұмыс жасау үшін бірінші жүктеп аламыз. Бұл программада тегін. Қарап отырсаңыздар, компьютердің бетінде шығып тұрған сурет болсын, бейне болсын, барлығын керек аумағын белгілеп, өзіңізге жүктеп алуыңызға болады. Бейне экрандар түсіру кезінде және қажет кезде жазбаларды да жазуға мүмкіндігі бар. Бұл жерде бейне жазбада микрофон арқылы дауыс жазуға да болады. Бұл жүктемемен танысу үшін арнайы жүктеп болғаннан кейін осы жерде инструкциясы бар, толық жазылған, түсінікті етіп, сол бойынша қарап таныссаңыздар болады. Енді келесі программаны айтайын сіздерге. Экранная камера деп аталады. Бұны да Google-ға кіріп, осы атауын жазсаңыз, осы программа шығады. Бұны да тегін жүктеп аламыз. Бұл жерде де экранның бетінен бейне жазба жасауыңызға болады, дауыстап. Және бейне жазбаның артық кеткен жерлері болса, қиып тастап өңдеуге де болады. YouTube-дан немесе ВКонтакте желісінен алынған бейнелер, жүктелген музыкалар болса, олардың барлығын қойып үйлестіруге болады. Қарап отырсаңыз, осы программа арқылы сіз бейне сабақтарды түсіруіңізге болады. Zoom платформасында болып жатқан конференцияларды жазып алуыңызға болады. Немесе онлайн трансляцияда болып жатқан әртүрлі бағдарламалардың барлығын жазып алсаңыз болады, видео қылып. Әртүрлі ойындарды YouTube каналдан болсын, ВКонтактеде болсын, барлық жүктемелердің барлығын көтереді. Осы программамен танысып, жүктеп танысып көріңіздер. Қайсы сізге өзіңізге ыңғайлы, соны пайдалансаңыз болады. Келесі Bandicam программасы. Bandicam программасы өте ыңғайлы. Мен қазір сіздермен түсіріп отырған бейнем осы Bandicam программасы арқылы түсіріліп тұр. Бұл жерде қарап отырсаңыз, экраннан осылай мен сияқты видео түсіруге болады. Ойындарды да жаңағы ойнау кезінде немесе бір нәрсені түсіндіріп жатқан кезде де осылай бейне түсіріп алуға болады экраннан. Әртүрлі суреттер болсын, немесе жаңағы экранда тұрған бұл қандай нені көріп тұрсыз, бейнені, қай аумағы керек, соған скрин жасап алуыңызға болады. Bandicamның мүмкіндіктері көп негізі. Бұл да осы программада тегін скачать етіп аласыздар. Пайдалануға кеңес берем. Одан кейін бұл жерде Bandicamда жүктеп алғаннан кейін бұл жерде көп рекламалар шығып мазалайды. Ол үшін ең әуелі басында скачать еткенде қайта-қайта рекламалар шыға береді. Ол кезде жаңағы жауып тастап отыру керек. Кейін ұзақ пайдаланғаннан кейін ол рекламалар шықпайтын болады. Бұл жерде Bandicam программасын жүктегеннен кейін тек қана настройкасы бар. Мына жерде видеоны бассаңыздар да көресіздер. Осы 3 настройканы жасау керек. Яғни микрофонды, бейнені және мынау мышка тұр ғой, мен қозғалған сайын жанып тұр, сол нені тінтуірді настройкасын жасау керек. Сол кезде сізге ол толық жұмыс жасайды. Келесі программа Movavi деген программа. Бұны мен көп пайдалана бермеймін, бірақ бұл да бейне скрин жасауға арналған. Бұны да жүктеп алып таныссаңыздар болады.
Бұл жерде де бірнеше платформалардың онлайн трансляцияда болып жатса да запись жасап алуға болады. Кей жағдайда былай болады, ютубта немесе басқа бір платформаларда жиналыс болып жатса, немесе кино көріп оны жазып алатын болсаңыз, сіздің мына жақ қасыңызда тұрған адамдардың дауысы естілмес үшін мына звукты өшіріп қоясыз. Ар жақтағы адамдардың бейнесі жазыла береді. Бұл осы программаны көрсеңіздер болады. Бұл жерде де видеоны, экрандағы суреттерді, прямой трансляцияда болып жатқан жазбалардың барлығын жазып алуға болады. Бұл да тегін. Келесі программа Camtasia Studio. Бұл қазір кеңінен көп таралған әмбебап бағдарлама деп айтсам болады. Мен осы туралы сіздерге де айтқан болатынмын. Өзімде бірнеше бейнелерді жасаған болатынмын. Өзіме ұнайды, ыңғайлы, қолайлы. Бұны да жүктеу тегін. Бұл жерде көп мүмкіншіліктер бар. Қарап отырсаңыздар, мына жерде бейне берілген. Осы бейнеменен танысу керек. Толық нұсқасы осы жерде. Қысқаша айтқанда, бейнелерде болып жатқан артқы фонды өзгертуге болады, дауыстардың ырғақтарын өзгертуге болады, бейнеге сәйкес музыкаларды өңдеуге болады. Мүмкіншіліктері өте көп. Сіздер де пайдаланыңыздар, игіліктеріңізге жарасын. Келесі программа бізде Monosnap. Бұл да өте жақсы программа. Жүктеп аламыз, танысамыз. Өте керемет. Мысалға, экраннан бейне жазбаны жазу кезінде артық аумақтарын алып тастауға болады. Мына экрандағыдай керек жерін ғана скрин жасауға болады, немесе бейнеге түсіруге болады. Қарап отырсаңыздар, барлық қадамдар жазылған. Қалай жасау керек, не істеу керек деген сияқты. Толық танысамыз. Келесі OBS программасы. Мен бұл программамен жұмыс жасамаймын, бірақ бұл программамен жұмыс жасауға болады. Бұл жерде кішкене мына настройкалары қиындау. Бұл жерде де YouTube, мына ойын болсын, немесе Facebook желісінде болып жатқан бейне, трансляция прямой, солардың барлығын жазып алуға мүмкіндігі бар. Мен көрсеткен программалардың барлығы жүктеуі тегін және бейне сабақ түсіруге болады.